Технологиялар рауажланған сайын ізденулер де артады. Бұл болса жаңа технологиялардың жаратылуына бекар болады. Демек солай екен, технология әлеміндегі соңғы жаңалықтармен таныстырып баруды давам етеміз. Сырт елі компаниялардың бірі тарапынан тұрақ жайлардың төбесіне арналған жаңа инновациялық жаңалық ойлап табылды. Бұл құрылма құяш энергиясынан үнемді пайдалануға арналған. Яғни ауа райы салқын болғанда да ақылды құрылма үйдің температурасын тұрақты жағдайда ұстайды. Суық болса жылытады, ыссы болса салқылатады. Әтте қыстың күні жайдың төбесіндегі қарды ерітуге де имканияты бар. Сондай-ақ құрылмаға батарея орнатылған болып, құяштан алынған энергияны өзінде сақлайды. Солай етіп, зәру жағдайда жиналған жылылықты қолдануға болады. Киімнің ішіне жайласушы кондиционер ойлап табылды. Япониялы компаниялардың бірі тарапынан Rion Pocket деп аталған жаңа өнім көпшілік назарына ұсынылды. Бұл көшпелі құрылманы қысқы һәм жазғы кондиционер деуге болады. Құрылма киім ішіне орнатылады. Bluetooth арқылы смартфоннан бұйрық беріп, температураны көрсету керек. Оның батареясы 2 сағат давамында қуатланады. Пайдаланушылар оны жаз маусымында, әсіресе күннің қатты ыссы ауасында қолданса, құрылма 90 минут давамында адамды салқылатып тұрады. Ескертіп өтеміз, аталған құрылма 2020 жылдан бастап сатуға шығарылады. Сырт елі компаниялардың бірі тарапынан мұздатқыштардың айрықша түрі іздеп шығарылды. Оның артықшылығы иесінің бұйрығы менен үй ішінде әрекетлене алады. Мұздатқыш ішіндегі қалеген затыңызды құрылманың өзі сізге әкеліп береді. Үйге қандай азық ауқат керек екенлігі хақында ескертіп тұрады. Әтте интернет дүканнан керекті азық ауқат түрін өзі бұйыртпай береді. Әзірше бұл мұздатқышты сатуға шығару сәнесі һәм бағасы хақында толық мағлұмат берілмеді. Япониялылар ұшатын автомобильдерді экспортқа шығармақшы. Тибо қаласында аталған транспорт түрі даярлықтың бірнеше басқышларынан өткеріліп, ұшатын автотранспорт талаптарына толық жауап беретіні анықталды. Салмағы 150 килограммды құрайтын бұл транспорт түрі вертолетқа қарағанда арзан һәм қауіпсіз дейді іздеп шығарушылар. Дегенменен ұшатын құрылма технология жағынан қосымша толықтыруларды зәрүр етеді. Япониялылар 2030 жылға шекем халықты 100% осы түрдегі автотранспортлармен тәмінлеуді режелестірмекте. Бүгінгі жаңалықтарымыз осылардан ibarat. Технологиялар әлемінде және қандай жаңалықтар жүз береді? Әлбетте бұны алдағы уақытта білеміз. Бізден жаңалық күтіңіз.